Құрметсіңдер ме оқушылар? Мен Дүйсенбаева Құралай Әбілғазықызы, 6 сынып, қазақ тілі пәні. Балалар, Қазақстандағы көрікті жерлер лексикография бөлімі бойынша тақырыбымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы барса келмес қорығы туралы аңыз. Оқу мақсаты: ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы таныту. Балалар, барса келмес туралы не білесіңдер? Жақсы. Барса келмес Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі түбек, Қызылорда облысының Арал ауданында орналасқан. Барса келмес қорығы Қызылорда облысында 1939 жылы құрылған. Арал теңізінің бір атаулы аралында орналасқан. Аумағы 30.000 гектар. Флорада 250 түрлі өсімдік саны бар. Жануарлар әлемінде 56 түрлі жануарлар түрлері құлан, жайран, сайғақ, қарсақ, қасқыр тіршілік етеді. Алдыңғы білімді бекіту сұрақтарына жауап берейік. Орфография деген сөз нені білдіреді? Біріккен сөздер деген не? Бөлек жазылатын сөздер қандай сөздер? Дефис пен сызықша таңбасының ерекшелігі не? Ауызекі сөйлеу стилінің белгілерін ата. Орфография деген сөз нені білдіреді? Орфография деген сөз дұрыс жазамын дегенді білдіреді. Орфография сөзді бірізді жазудың тәсілдерін белгілейтін ереже. Орфография дыбыстарды қандай әріппен беруді, сөздерді, оның бөлшектерін бірге, бөлек немесе дефис арқылы жазуды, бас әріптердің қолданылуын, тасымал тәртібін белгілейді. Бота, сыныпта өткен біріккен сөздер тақырыбын қалай түсінуге болады? Оны неге сұрадың? Түсінбей қалдың ба? Жай сұрағаным ғой. Шынымды айтсам, сабақ кезінде футбол ойнауға кетіп едім. Енді басым қатып түсінбей отырмын. Жүр, компьютерді қосып, сайттағы сабақтан қарап алайық. Онда ол тақырып туралы қысқаша түсінік берілген. Сосын тапсырмаларды орындап, тест сұрақтарына жауап берерсің. Егер қандай да бір қиындық туатын болса, басынан бастап тағы бір көз жүгіртіп шығуыңа болады. Кемінде екі сөздің бірігуі арқылы жасалып, бір ғана жаңа атауды білдіріп тұрған сөздерді біріккен сөздер дейміз. Сөздердің бірігуі арқылы жасалған біріккен сөздер мынандай атауларды білдіреді. Өсімдік атаулары: түймедақ, алабота, атқұлақ, қой бүлдірген, тағы басқалары. Аң, құс, жәндік атаулары: күркетауық, түйеқұс, саршұнақ, жауын құрт, итбалық. Жер, су, елді мекен атаулары: күреңбел, қоңыртөбе, айнакөл, марқакөл, қарасаз, Қызылорда. Кісі есімі атаулары: Сұлтан Махмұд, Байтұрсын, Ержігіт, Аққыз, Ұлбала, Ұлбике. Ойын, ұғым атаулары: Ақсүйек, Алтыбақан, Соқыртеке. Мезгіл, ұғым атаулары: қысты күні, бүрсі күні, таңертең. Біріккен сөздердің жасалу жолдары: екі сөздің бірігуі арқылы сары тау, сары су. Үш сөздің бірігуі арқылы сары тау құм, екі бас тұз. Біріккен сөздер екі түрлі болады. Ешбір өзгеріссіз біріккен сөздер: жеті қарақшы, ғалымжан, қосбасар, алтын қазған. Тұлғалары дыбыстық өзгеріске түсіп біріккен сөздер: бүгін, бұл күн. Әкел, алып кел. Апар, алып бар. Әпер, алып бер. Қысты күні, қыстың күні. Бөлек жазылатын сөздер: күрделі атаулар. Мысалы, Қазақстан Республикасы. Күрделі сан есімдер. Сын есімдер мен етістіктер. Күрделі етістіктер: еш, әр, кей, бір, қай, әлде сөздері тіркескен зат есімдер. Тұрақты тіркестер: екі зат есім қатар келіп тіркескен сөздер. Дефис пен сызықша таңбасының ерекшелігі не? Дефис орфографиялық, сызықша пунктуациялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі.
Екіншіден, сызықша сөйлемнің мазмұнына әсер етсе, дефис әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда, дефис сызықшадан қысқаша болады. Ауызекі сөйлеу стилі. Тілдің негізгі қызметі қарым-қатынас жасау қызметінің жүзеге асуына байланысты. Бұл өте кең таралған функционалды стиль. Тұрмыста, отбасыда, өндірістегі бейресми қатынастарда адамдардың еркін қарым-қатынас жасау саласын қамтамасыз етеді. Көркем әдебиет стилі. Проза, поэзия, драматургия салаларында жазылған көркем шығармалардың стилі. Тілі. Көркем әдебиет стиліне тән бірнеше ерекшеліктер бар. Солардың бірі тіл байлығы. Көркем шығармаларда қолданылмайтын сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер аз. Кез келген шығарма тек қана авторлық баяндаудан ғана емес, кейіпкер тілінен де тұрады. Оқушылар, Барсакелмес қорығы туралы қандай аңыздарды білесіңдер? Арал өңірі тұрғындары арасында Барсакелмес төңірегінде аңыздар көп. Солардың бірі былай баян етіледі. Баяғыда осы маңайда тұратын тайпалар арасында жаугершілікке тыйым болмай бара жатқаннан кейін Ләтбай деген кісі бастаған ру адамдары құлақ естіп, көз көрмеген алыс жаққа кетіп қалуға қам жасайды. Сонда бұларға теңіздің қақ ортасындағы суы тұщы, шалғыны шүйгін, балығы мол, алуан түрлі аң құсы бар сексеуілі қалың, ғажайып аралға өтіп кетуді ұсынушылар табылады. Бұлар мұз қатқанда күзер жасап, соның үстімен аралдың төріне жетіп алмақ болады. Сол мақсатта Изенді ондағы табиғатты ақжартас түбін паналап, шолпанның туын күтіп отырғандарында, олар жаққан оттың маңайына жыртық шапанды, тесік тымақты бір ақсақал келіп, Ләтбайға қарап, «Ол аралдан қорықпаңдар, онда зұлымдық жоқ, қасқыр жоқ, адамдар жоқ. Аралда табиғатты сақтасаңдар, бақытты да ұзақ өмір сүресіңдер. Ұрпақтарың ештеңеден зәрулік көрмейді. Мыңғырған мал болады. Аң құсты өлтірмеңдер, аққуларға тимеңдер», дейді. Осыны айтқан қария заматында қараңғылық қойнауына сүңгіп жоқ болады. Ләтбай оның қыдыр екенін іштей сезеді. Ал төбеден шолпан көрінген сәтте тайпа түгел орнынан қозғалып, мұзды көпір күзердің үстімен тізбектеліп жүріп өтіп, аралдың қойнауына барып түседі. Қысты осы аралда жақсы өткізген Ләтбайдың жұрты көктемге қарай тойына бастайды. Қыдыр атаның айтқандары айдай келіп, көп замай олар байи бастайды. Осы ұзақ аңыздың ақыры аралдағы ағайынның жылдардың жылы баяғы қарияның өсиетін естерінен тарс шығарып, сексеуілді отап, аң құсты құрып, аққуға ауыз сала бастауы салдарынан бір түнде маңайды түгел ордалы жыланның жалмауымен аяқталады. Аңыз бойынша осы қырғыннан 8 жасар бала ғана аман қалыпты.
Мәтін бойынша бірінші тапсырма. Оқулықтың 18-19 беті, бірінші тапсырма. Барса келмес аралы туралы аңыз мәтініндегі негізгі ойды ауызекі сөйлеу стилінде берілген сөйлемдерді анықтаңдар. Бағалау критерийлері мәтіннің негізгі ойын анықтайды, мәтіннің стилін ажыратады. Дескриптор стиль түрін анықтайды, сөзді орынды қолданады, ауызша жазбаша стилді ажыратады. Мәтіннен ауызекі сөйлеу стилінің белгілерін табуға тырысайық. Ауызекі сөйлеу стилі өзіндік ерекшеліктерін жасайтын айрықша белгісі жағдайға байланысты сөйлеу мәнері, эмоцияға қарай тілдік бірліктерін қолдану өзгешелігі, ондағы лексика, фразеология байқалады. Мәтіннен құлақ естіп көз көрмеген жер тіркесін байқаймыз. Яғни алыс сөзіне қосалқы мән үстеп тұр. Ауызекі сөйлеу стилі тілдің көркемдегіш бейнелеуіш тәсілдерімен берілген сөздердің де болуы байқалады. Айтқаны айдай келу, суы тұщы, шалғыны мол, ғажайып арал. Ауызекі сөйлеу стилі диалогқа құрылады. Қатысушы екі адам, интонация ерекше қызмет атқарады. Сөйлеу тілінің тағы бір ерекшелігі монолог. Мәтіндегі Ләтбай мен Қыдыр атаның тілдесуі. Ауызекі сөйлеу стилі әдеби кейіпкердің сөйлеу ерекшелігі мен мінезін таныту үшін ол өмір сүрген ортадағы жергілікті диалект сөздерді стилдік мақсатта әдеби қолданады. Мәтіннен зәрулік көрмейді деген тіркесті байқаймыз. Яғни мұқтаждық, қиындық көрмеу. Күзер, мұз үстіне түскен жол деген мағынада. Ауызекі сөйлеу стилінде қыстырма, қаратпа, одағай сөздер жиі қолданылады. Мәтінде бұйыру мақсатымен айтылған сөйлемдер бар. Мысалы, олар жаққан оттың маңайына жыртық шапанды, тесік тымақты бір ақсақал келіп, Ләтбайға қарап: Ол аралдан қорықпаңдар, онда зұлымдық жоқ, қасқыр жоқ, адамдар жоқ. Табиғатты сақтасаңдар, аралда бақытты да ұзақ өмір сүресіңдер. Ұрпақтарың ештеңеден зәрулік көрмейді. Мыңғырған мал болады. Аң құсты өлтірмеңдер, аққуға тимеңдер, дейді. Екінші тапсырма. Оқулықтың 20 беті. Бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді ажыратып, 3 бағанға бөліп жазыңдар. Бағалау критерийлері: сөздерді нормаға сай жазады. Дескриптор дәптерге сөздердің бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатынын ажыратып, бағанаға бөліп жазады. Балалар, екінші тапсырманы тексеріп көріңдер. Оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, бөлім бойынша Қазақстанның көрікті жерлері мен жұмбақ жерлері туралы алған білімдеріңді қорытындылап, өздеріңе ұнаған аймақ туралы сипаттамалық эссе жазыңдар. Попс әдісін қолданыңдар. Сәттілік тілеймін.